Сәлем достар. Бүгін сіздерге мынадай браслетті сіздермен бірге осындай браслет жасайтын боламыз. Бұл алдыңғы видеодағы жасаған мынау алқамыздың браслеті болады. Алдыңғы видеодағы қазір көрсетемін. Міне. Алдыңғы видеодағы жасаған алқамыз. Ал бүгін осы алқаға браслет жасаймыз. Браслетіміз осы алқа секілді оңай жасалады. Мен міне сеточкасын жасап қойдым. Енді хрусталь тастарменен толтырып жатырмын. Қазір сіздерге осы сеточкасын көрсететін боламын. Сеточкасы дәл осы алқадың сеточкасы секілді тоқылады. Бізге ол үшін 3-4 мм хрусталь тастарымызбенен бисеріміз қажет болады. Жібіміз, инеміз қажет болады. Ал кеттік онда. Алдымен видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Ине жібімізге 14 бисер өткізіп аламыз. 14 бисерді өткізіп аламыз. Дәл алқаны жасағандай, бұны да дәл солай тоқитын боламыз. Біреуін қалдырып, екінші бисерімізден кері қарай өтетін боламыз. Екінші бисерімізден кері қарай өтеміз. Инемізге 5 бисер аламыз. 3, 4, 5. Инемізге 5 бисерімізді аламыз. Жібімізден 5 бисерді шегеріп тастап, алтыншысынан өтетін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншысына өтеміз. Сол кезде бізде бірінші мындай колечкамыз пайда болады, домалағымыз. Тағы да жібімізге 5 бисер алатын боламыз. 3, 4, 5. Тағы да 5 бисерімізді алдық. Тағы да жібіміздегі 5 бисерімізді өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншы бисерімізден өтеміз. Осы жерде жіпімізді байлап аламыз, екі үшін. Дәл осылай байлап аламыз. Естеріңізде болса, алқаны жасап жатқан кезімізде жоғарғы жағынан, алқаның жоғарғы жағынан 3 бисер алған болатынбыз. Мына жерде 3 бисер алған болатынбыз. Төменгі жағында 4 бисер алған болатынбыз. Браслетте енді 3 бисер емес, әрдайым 4 бисерден алып отыратын боламыз. 4 бисер алдық. 1 бисерді шегереміз. Екіншісінен кері қарай қайтатын боламыз. Тартыңқыраймыз. Енді 5 бисерден алатын боламыз. Әрдайым 5 бисерден алып отырамыз. 1, 2, 3. Үшінші бисерімізден өтетін боламыз. Тағы да 5 бисер аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бисерімізді алдық. Бес бисерімізді алдық. Енді мына екінші домалағымыздың дәл ортасындағы үшінші бисерінен өтетін боламыз. Міне 1, 2, 3. Міне бізде сонда мынадай болады. Енді 4 аламыз. 2, 3, 4. Екі жағынан да 4-4-ден алатын боламыз міне. 4-ден 1, 2, 3, 4. Мына шетінде де 1, 2, 3, 4. Екі жағында да 4-ден алып отырамыз. Ол бізге браслетіміз бір тегіс болу үшін қажет. Алқаның бір шетін 3 бисер, бір шетін 4 бисер істеген алған себебіміз ол
бір шетін кішірек болып домаланып мойнымызда тегіс жату үшін бір шетін 3, бір шетін 4 алған болатынбыз. Міне. Тағы да 5. 1, 2, 3. Бір, 2, 3, 4, 5. Bir, 2, 3. Bir, 2, 3, 4. Дәл осылай қайталанып кете береді. Мына жерге 5, 5, мына жақта 4. Қайтып айналып келесіз, 5, 5, 4. Дәл осылай қайталанып кете береді. Ең соңында осылай толтырып шығасыздар. Қалағандарыңызша толтырасыздар. Мен мына алқасын 3 қатарын хрусталь жасадым. Мына 1, 2, 3. 3 қатарды хрусталь жасадым. 2 қатар бисер. 1, 2, 3 қатар хрусталь жасап, 2 қатар бисер жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қаласаңыздар, барлығын хрусталь қылып шықсаңыздар болады. Барлығын полностью бүкіл толтырып хрусталь жасасаңыздар болады. Болмаса, бір қатар хрусталь, бір қатар бисер жасасаңыздар болады. Ол өз қалауларыңыз. Осылай толтырып жасап шықсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыздан. Ең соңында мынандай петелька жасайсыздар. Петелька жасайсыздар. Екінші шетінен де дәл осылай петелька жасалады. Мында петелька жасалады. Карабин тағамыз. Болды. Қолымызға өлшеп отыруды ұмытпайсыздар, қолдарыңызға. Қолға өлшеп отыруды ұмытпайсыздар. Осыменен менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет айтамын. Істеріңізге сәттілік.